Қайырлы күн оқырман, бүгін өздеріңізге соңғы оқыған әрі өзіме ерекше әсер қалдырған роман жайында бөліскім келеді. Ол Сәуле Досжанның «Қасірет пен тағдыр» романы. Жалпы бұл романның жалғасы бар, «Үзілмеген үміт» деп аталады. Ол жайында кейінірек сөз қозғаймыз. Әзірге осы «Қасірет пен тағдырға» тоқталайық. Мұқабас қатты, Нұрлы әлем баспасынан шыққан. Енді бұл роман Семей полигоны жайында, яғни одан келген зардап, зауал жайында. Бұл енді өте ауқымды тақырып. Бұны семейліктер, әсіресе шығыстықтар біздер өте қатты жақсы түсінеміз. Жалпы авторға үлкен алғыс айтқым келеді, себебі осындай трагедия деп айтайыншы, қағаз бетіне түсіру әрі әдеби тілмен нақты деректерге құрастырылған. Сондықтан енді бұдан мен түсінгенім, басты кейіпкер мұнда аяулым мен Меліс жайында, яғни аяулымның жастайынан өте көп қиыншылық көруі, тіпті 1986 жылғы оқиғада, яғни ядролық сынаққа қарсы қозғалыстың бел ортасында жүруі, бұл аяулымның, яғни кейіпкердің қайсарлығын көрсетеді. Және мұнда автор сол кейіпкердің тағдырын жаза отырып, ұлт тағдырын, яғни сондай мәселелерді көтеріп жазып отыр. Жалпы бұл кітаптан біз түсінеміз, яғни өзім жеке түсінгенім, сезінгенім, ядролық радиациядан зардап шеккен соның жан мен тәніндегі қасіретін сезінесің. Тіпті бұл кітаптан сіз түсінесіз адалдықты, достықты, махаббатты, жаңағы ананың балаға деген алпауыт сезімін, тіпті мистикалық жанрда бар. Енді мен бірін айтып біріне тоқталып отырмын ғой. Бұндағы ерекше тағы бір ұнаған жері, автор бұл жерде бастағанда романды аяулымның түс көруінен бастап, соңында аяулымның түс көруімен аяқталады. Яғни мұндағы композицияның ерекшелігі маған өте қатты ұнады. Жалпы бұл романнан болашақта фильм түсірсе де артық етпейді. Сондықтан егер осы эфир ұнаса, жалпы осы кітапты оқуға кеңес беремін.